Әлімбек 15 жыл отасқан әйелімен заң жүзінде ажырасып, өзінен 10 жас кіші жас қызға үйленді. Кәдімгідей құда түсіп, қыздың ата-анасының рұқсатын алып, кішігірім тойды үйінде жасады. Әлімбектің бала кезінен досы Еркін екінші рет үйлену тойының басы қасында жүрді. Қыздың ата-анасымен сөйлесу рәсімінде, құдалығында ұзатылған қызды алып шығуға сөзінің икемі бар болғандықтан, Еркінді Әлімбек зор өтінішпен қасынан тастамады. Алайда Еркіннің әйелі Кәмшатқа күйеуінің той қамындағы әрлі-бері жүрдісі мүлде ұнамады. Әлімбектің жас қызға үйленуіне қарадай тырысып, екі сөзінің бірінде Еркінді қағытып сөйлейтінді шығарды. Немене, сен кірген шыққан сайын айнаға қарағыштап, үсті басыңда әйтеуір әтір сүйіп, өзің үйленетін сияқты қуанышты болып жүрсің. Үйдің жұмысын ұмыттың, баланың сабағын қарауға да уақытың болмайды. Мүмкін, сенің де екінші рет жас қызға үйленуге көңілің кетіп жүрген шығар, деді Еркінге бір күні Кәмшат. Әй Кәмке, сенде ақыл бар ма десем, түкте ақылың жоқ екен ғой. Біздің ғой ұл-қызымыз бар, ұрпағымыз өсіп келеді. Әлімбекке мұндай бақыт бұйырмаған соң, амалсыздан екеуі ажырасып отырған жоқ па? Сәуле деген қандай әйел әйтпесе, сирек кездеседі мұндай мықты әйел. Қанша сүйсем де, осылай істеуге тиістімін. Екеумізде ортақ бала болмады. Кінә сенде емес, мен жақтан болып отыр. Білдей ер азамат, өзіңді ұрпақсыз қалай қалдырамын. Қысқасы, бақытты ете алмадым. Қазір өкінбегенмен, кейін өкініп қалмас үшін басқа қызға үйленіп, бақытты болуым керек. Саған жақсы әйел болатын жақсы қызды өзім тауып та қойдым. Сөз жоқ, Құдай қаласа ұрпақты боласыңдар деп, 12-де бір гүлі ашылмаған жамағайын сіңлісі болып келетін Күлшираны өзі таныстырып, оған қызды көндіріп, содан соң заңды ажырасуға сотқа өзі арыз берген жоқ па? Бұған Әлімбекті көндіру де оңай болған жоқ. Сен ғой, маған сөйтпес едің. Сәуленің ер азаматтан жоғары адамгершілігі, Әлімбекті шын сүюі осыдан көрінеді. Қазіргі әйелдер, соның ішінде сенде барсың, күйеуіне әйел алып бермек түгілі, үйттің-бүйттің қарадай қызғанып отырады. Ата-бабаларымыз да небір текті әйелдер болған ғой. Содан келіп, бүгінгідей ұрпақтар жалғасқан. Әлімбекке тілектес болайық қайта. Біз сияқты ұлғыз сүйсін. Оның қасында мен жүрмегенде кім жүреді? Неменесіне тырысасың сен? Болды, қысқарт. Қызғаныштың да орны болады, деді сөзді бір кескеннен. Дүниеде екі қызғаншақ адам болса, оның бірі Кәмшат болатын. Осы Еркін жақсы біледі. Соған қарамастан Еркін әйелін өте жақсы көреді. Ыңғайы келсе, әйелін қызғандыратын жайттардан бойын аулақ ұстайды. Отбасының ырыл-жырылы болғанын қаламайтын. Бір демалыс күні Кәмшат жұмысындағы келіншектің туған күні болатынын, ал өзі кештеу келетінін ескертіп, сол шараға кетті. Үйде үлкен ұл 11-ші сынып оқитын Мұрат, 8-ші сынып оқитын қызы Жанатпен қалған. Еркін теледидарға қарай-қарай шаршап, диванда басын қойып, енді қисая берген еді, үстел үстіндегі мобильді телефон шылдыр ете қалды. Көтерсе досы Әлімбек. Қайдасыңдар? Үйдесіңдер ме? Біз Күлшира екеуміз демалыс болған соң өзен жағалауына таза ауаға қыдырып шыққанбыз. Сендердің үйлерінің қасынан жүрдік. Еркіндерге барып бір-екі кесе шай ішейік. Олар одан кейін бізбен қыдыруға шықса алып шығайық деп, мен телефон соғып тұрмын ғой. Іші пысыңқырап отырған Еркін қуанып кетті. Келіңдер, дұрыс болды, үйдеміз, дей салды, тәлпіштеп түгел айтпай-ақ қояйын дегенмен. Өзі дереу үстелге дастархан жайып шай әзірлеуге кірісті. Қызы Жанатқа да тапсырма беріп жатты. Ұлын бар, тез қонақ келе жатыр. Ана дүкеннен шайға торт алып кел, деп жұмсады. Сөйтсіз, Кәмшатсыз-ақ мұздатқыштан оны-мұны алып, салқындатылған етті турап, үйдегі бармен дастархан үстін 15 минут өтпей жайнатып тастады. Кеш жарық, шақыртусыз қонақ болып келіп қалдық. Айып етпеңдер енді, өзімсініп келдік, деп Әлімбек жаңа келіншегі Күлширамен кіріп келді. Келгендерің дұрыс болды. Жалғыз өзім ішім пысыңқырап отырған едім. Кәмшат бір қызметтесінің туған күніне кетті.
келіп те қалар, деп Еркін әлі үйреніспеген Күлшираға барынша ықылас көрсетіп, қолынан ұстап жоғары шығарды. Дастарқанның бұларды әдейі күткендей әзірлеп тұрғанына Әлімбек те риза болып қалды. О, мына үлкен әзірлі дастарқан ғой, қалай реттеп қойдың бәрін табан астында, деді Ақжарыла күліп. Ұл бар, қыз бар, жұмсайтын, соларды жұмсадым. Ертең сендер де біздей болып, Алла қаласа ұлды қызды болып, рахатын көресіңдер, деді Еркін оларға. Айтқаныңыз келсін, айтқаның келсін, деп Күлшира мен Әлімбек қатарласа тіл қатты. Енді Күлшираны өзіміз арнайы шақырамыз, үйді көрсетеміз деп жүргенде өздерің келіп қалдыңдар. Оқасы жоқ, алда олда бола жатар. Осы кездескенімізге деп бір вискиден екеуміз тартып жібермейміз бе? Күлшираға іштеп айтпаймын, деді Еркін, бардың ішінен бір әдемі құтыны алып жатып. Жарайды, сөйтсек сөйтейік, көңілді қайтармаймын, тек бір рет қана болсын, деді екі дос стаканын соғыстырып вискиден алып қойып. Балалар бізбен отырып тамақ ішпей ме? Деп Күлшира осы үйдің балаларына алаңдағандық білдірді. Олардың тамақтары тоқ, өздері қазір әрқайсысы өз бөлмесінде. Үлкендердің сөзін тыңдағанша сонда болар бергендері дұрыс, деді Еркін Күлшираға. Осы кезде есік сыртынан келген Кәмшат дәлізде бөтен аяқ киімдерді көрді де, және үйде адамдар барын біліп, аяғын ептеп шешіп, бұл кімдер болды екен, мен жоқта келген деп, есік сыртынан тыңдай қалды. Дастархан басында Еркін отырған үшеуі әңгімелерін жалғастыра берген. Еркін Күлшираның ұзатылу тойында әне бір сары шашты қыз бар еді ғой, есіңде ме? Екеуін қайта-қайта билеп едіңдер. Аты кім еді? Күлшира айтшы. Меруерт дейсің бе? Иә, Меруерт. Осында жұмысқа ауысыпты. Күлшираның нағашысының қызы екен. Енді сол қызды үйге шақырамыз. Кәмшат екеуің сонда келіңдер. Өзі тұрмысқа шықпаған қыз көрінеді. Осы қаладан енді маған жігіт тауып беріңдер деп әзілдеп қояды маған. Мана сөзді есіктің сыртынан естіген Кәмшат жұлқына есікті ашып, ішке кіріп келді. Мадам Кәмшат, біз келіп қалдық. Күйеусіз кеш мезгілінде қайда жүрсіз қыдырып, деді әзілдей Әлімбек орнынан түре келіп, құшағын жая ұмтылып. Қазір өзің сияқты еркектер жас қызға көз сала бастаған жоқ па? Біз сарғарын бәйбішелер, содан кейін бөлекше қыдырамыз да. Солай емес пе, Еркін? Неге үндемей қалдың? Деді көзі ежірейген күйі күйеуіне. Так, тұра тұр. Кәмке, үйге бұрын есікті аттамаған қонақ келіп отыр. Байқап сөйлеу керек. Давай, тез киіміңді ауыстыр да, мына шайыңа ие бол. Мен сенің орныңды жоқтатпай, балаларды жұмсап, мына дастарханды жайып қойдым. Тезірек кел. Қалған сөзді екеуміз сосын оңаша қалғанда жалғастырамыз, деп Еркін әйелінің нені меңзеп отырғанын алты қырдың астынан біліп, сыпайылыққа шақырды. Осы кезде Күлшира күйеуінің құлағына сыбырлады. Шамасы, кетейік шият қой деген болу керек. Қой алма, сендер Кәмшат екеуің әлі үйренісіп кетесіңдер. Бұл Кәмшатқа бар ғой, жететін әйел жоқ. Еркіннің бағына жаралған әйел. Қонақ күтісі, ас дайындауы, сосын бар ғой, әсіресе кондитерлік шеберлігін айт. Торт дейсің бе, құймақ дейсің бе, Құдай-ау істемейтін бәлеш жоқ.